халыққа қаратып, сендер қызықсыңдар енді өздерің енді әрекет қылмайсыңдар ма енді деп қойып, мына жақта не кітапханасы жоқ. Солай ма? Соңғы 30 жылда мысалы мектептің кітапханасының кітаптары жаңартылмағанда мысалы күні ойбайлап жазып жатыр ана жерде. Бірде-бір кітапхананың кітабы жаңартылмаған, баяғы СССР-дің кезіндегі адам оқымайтын кітаптардың бәрі үйіліп шаң басып, ана жаңағы коммунизм, Ленин ата, Сталин бәрі басып кеткен мысалға. Қажыгелдиннің кезіндегі кітапханалардың бәрі күл-талқан болып, мәдени ошақтардың бәрін күйреп қалған, бүкіл клубтарын жабылып қалған, өзіңіз білесіз. Соншама сондай күйреу быт-шыт болып тұрып, бірде-бір кітапханасы жоқ. Сөйтіп тұрып енді халқы сендер тірілсеңдерші деп қайтып айтасыз. Одан бөлек мына 50-50 деген заң шығарып алып, қазақша программалардың бәрін, қазақша ұлттық кодты оятатын концерттердің бәрін, кинолардың бәрін түнгі сағат 3-те қойып қойып, сосын кешкі сағат 7, 8, 9-да прайм тайм уақытында орысша программаларды қойып қойып, түнгі сағат 3-те ұйықтап жатқан қазаққа алып, сен неғып ұйықтап жатсың енді? Ұлтың үшін күреспейсің бе деп айту, кешіріп қоярсыз. Бұл нағыз варвар, жабайы, жыртқыш, хищник адамдардың істейтін тірлігі. Сондықтан ана жерде үкімет, билік халыққа қарап, өздерінің де бар ғой деп айту үшін, ана түнгі сағат 3-те өтіп жатқан концерттерді прайм таймға шығару керек. Бұл жерде әділдік болу керек. Мына қазақ халқын қорлауды тоқтату керек бұл жерде. Сондықтан мен халыққа қаратып, енді өздерінің де бар ғой деп айта алмаймыз. Бірақ енді сонда да дұрыс қой, енді билік сөйтіп жатыр, енді оларды қазақтың саны көбейгесін, демографиялық қысым көрсетіп жатыр, оның үстіне енді қаңтар оқиғасының болуы, геосаяси жағдайдың болуы, Украинадағы соғыстың шығып кетуіне байланысты орыс әлеміне қызығатындардың кілт тоқтауы, оның үстіне жаңағы саясатқа байланысты жаңағы Ватиканның аяқ астынан бізге архивке түсуге рұқсат сендерге деп, Оксфордтың аяқ астынан қазақша оқытамыз деп шығуы деген бәрі енді түбінде әлбетте енді оның орыс әлемінің ықпалын әлсіретіп, қазақтарды өзінің аяққа тұрғызып, сосын Орта Азияда бір ойындар ойнайық деген сияқты бірдеңелер бар деп ойлаймын. Енді осыларға қарап, енді халыққа мынандай мүмкіндік туып тұрғанда күшейіп алыңдар деп айтуға болатын шығар. Енді одан бөлек әлбетте мен енді болды, пока өкімет өзгермей, біз өзгермейміз. Сондықтан бұлар пысқазанын 5 ай, мен жатайын, 10 ай деп жатайық деп жата алмаймыз. Біз бәрібір балдарымды орыс мектебіне бермеңдер, барынша қазақ мектебіне бере беріңдер, қорықпай. Ең бастысы баланың өнерге, ғылымға, білімге бірдеңені өзгертсем деген құлшынысын оятатын қазақша тәрбиені беріп отырсаңдар, ол бәрібір уақыт өте келе адамның бойындағы құлшыныс, талпыныс сол бәрі кедергіні бұзып өтеді деп, сол позициядан ғана қайраймыз халықты. Ал егер орыс мектебіне бере беретін болса, міндетті түрде ол енді өзінің рухани тамырынан, мәдениетінен ажырағаннан кейін, ол енді өзіне ыңғайлы тілде саясат жүргізуге бейімделіп алатындығына, сосын pro-Russian позицияға бекіп алатындығына, сепаратизмнің терісін қалыңдатып жібереді. Сондықтан мынаншама халықтың өзінің ана тілінде білім алып, ана тілінде ыңғайлы уақытта ақпарат алып, қалаған уақытында кітапханаға барып, енді кешіріп қоярсыз, Қазақстанда өз кітапхана бар ма екен, өзі күндіздің 24 сағат тоқтамай 7 күн істей беретін, меніңше әлі шыққан жоқ. Президент Тоқаев өткенде бір армандап отырған, менің арманым аптасында 7 күн ұйықтамай 24 сағат жұмыс істей беретін бір кітапхана соғылды. Сол кітапхана соғылсын, біреу уақыт соғылатын шығар өз онда да. Содан кейін барып айтуға болады халыққа. Енді мысалға бұны халықты кінәлауға болады. Қай жерде? Германияда кінәлауға болады, Швецияда кінәлауға болады, Англияда кінәлауға болады, Америкада кінәлауға болады. Кітапхана соғып бердім. Міне кітаптың бәрі толып тұр. Міне ғалымдар сендерге паблик семинар, кешке тегін лекция оқып жатыр. Телевидениенің бәрі ағылшын тілінде азаннан кешке дейін қақсап тұр. Документальный фильмнің бәрін тауып үйіп ұстады. Енді нағып оқымайсыңдар, нағып наркотик шегіп жатсыңдар сендер деп ұрысса болады олар. Біз не деп айтамыз енді? Дымын бермей отырсың. Сондықтан бұл әңгіме өте абсурд. Дегенмен де енді қазақтар бір дүниемен күресуге деген рухын қалай бағалайсыз өзіңіз? Мен қалай бағалаған кезде